Сәлем менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін біз жайма тамағын дайындайтын боламыз. Өте ерекше және оңай тәсілменен дайындалатын тағам түрі және де үйде бар заттардан қарапайым түрде дайындалады. Видеомды аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге қажет заттар: ет аздап қана және орамжапырақ, пияз, помидор және чеснок және аздап укроп керек болады. Қалауларыңыз бойынша басқа көкөністерді салып жатсаңыздар да болады. Болгар бұрышын, тәтті қызыл бұрыштарды салсаңыздар болады. Пиязымызды ең әуелі осылай ірілеу етіп турап аламыз және де орамжапырағымызды турамыз, чесногымызды майдалап турайсыздар, оны етпенен қуырамыз. Дәмі өте әдемі болып шығатын болады. Қызанағымызды төрт бұрыштылап тураймыз. Орамжапырағымызды ұзыншалап турап аламыз. Орамжапырақ көптеу көрінгенменен қуырған кезде азайып өшіп кететін болады. Сол үшін осынша турадым. Қажетіңіз бойынша оны майдалап турасаңыздар да болады. Енді менде аз ғана порцияға лайықтап жасалған тағам. Етімізді осылай көбектеп төрт бұрыштылап турап аласыздар. Мен қамырды илеп, оны салафанға салып, тындыруға алып қойдым. Қамырымыз тынғанша осы заттарымызды турап, қуырып, подливамызды дайындап аламыз. Турап дайындап алған заттарымызды енді қызып тұрған майда шетінен қуыра бастаймыз. Алдыменен етімізді қуырамыз, қызартып, жақсылап. Оның үстінен етпен бірге чеснокты қуырамыз. Сонда чесногымыздың дәмі әдемі сіңіп, дәмі татымды шығатын болады. Мен видеоларымды енді қарап жатқан болсаңыздар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Өте керекті заттарды, рецепттерді таба аласыздар менің каналымнан. Енді осы етімізді қуырып болдық. Чесногымызбен бірге және де кезектеп турап алған заттарымызды қуыратын боламыз. Пиязымызды салып, оны да біраз қуырып, орамжапырақты салып бірге қуырамыз, бірге өшкенше. Сосын дәмдеуіштерімізді саламыз. Менде тұз, паприка, қара бұрыш және аздап кинза салдым. Келесі помидорымызды салып, аздап зелень салып жіберсеңіздер болады. Аз ғана су құйып, жай отта қалдырамыз. 30 минутта өзі пісіп шығады. Неке қамырымыз да дайын. Оны да әдемілеп жайып аламыз, жұқалау етіп. Жайылған қамырымыздың үстінен сұйық майымызды осылай щеткаменен бір тегістетіп жағып шығамыз. Барлық жеріне тегізіп, қамырымызды тамақтың үстінде пісірген кезде өте дәмді, бір-біріне жабыспай әдемі болып шығуы үшін. Майымызды бір тегістетіп жайып болдық. Енді оның үстінен туралған укропымызды сеуіп, бір тегістетіп жағып шығамыз. Укропты онша ұнатпайтын болсаңыздар, оны қоспай-ақ жай өзін орап жасасаңыздар болады. Енді осылай төрт бұрыштылап етіп, мантының қамыры секілді етіп кесіп аламыз және бір бұрышынан бастап орап аламыз. Мінекей видеода да көрсеттім. Жай қамырдың өзі май жағылып піскенменен өте дәмді болып шығады екен, укроппенен, бірақ дәмі өзгеше болады. Мінекей біздің подливамыз қайнап жатыр. Оның үстінен дайындап алған қамырларымызды тізіп қойып шығамыз және бетін жауып, жай отта 35 минутта пісіріп аламыз. Өзінің буымен осылай тегіз пісіп шығады. Тарелкаларыңызға өз қалауларыңыз бойынша ұсынып жасап сәндеп берсеңіздер болады.
ыдысымызға осылай жаймаларымызды салып аламыз. Оның үстінен етті салмаларымызды салып, ас көктерменен сәндеп берсеңіздер болады. Видеом сізге пайдалы болды деген ойдамын. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Қай қаладан тамашалап жатсыздар, оны да жазып кетсеңіздер. Мінекей тамағымыз дайын, барлығыңызға ас болсын.